Адамның жаны шыққан екен, жан алған періште аспанға ала жөнеледі екен. 7 көк аспанды кесіп өтіп бара жатып, әр қақпаға тоқтап ашып кетеді. Егер ол адам жақсы адам болса, жақсы қос иіс шығып, бұл кісіден керемет иістер шығып, сол қақпада тұрған періштелер қандай керемет жан еді бұл, қандай керемет жан еді деп аңсап қалады дейді. Ал егер жаман адам болса, қандай жаман иіс еді бұл жан, алып кетіңдерші бұны тезірек деп жеркенеді дейді. Адам баласы жаны шығады екен. Бауырлар, Құранда айтады, Фирауын және оның жанындағылар дүниеден өтіп кетті, бірақ олардың соңынан жер де жыламады, аспан да жыламады дейді Құранда. Білесіздер ме? Өлген адамға аспан менен жер жылайды. Жақсы адам дүниеден өтсе, аспан менен жер жылайды екен. Жер айтады дейді, не болды? Бір кісінің дүбірі төбемде тұратын еді, мешітке қарай баратын еді ол кісі. Дүкілдеп тізесін қойып, басын сәждеге қойып жататын еді. Соның дыбысы, соның дабысы естілмей қалды ғой. Қайда кетті бұл? Қайда кетті екен деп жер іздейді дейді. Сонда аспан айтады дейді. Аллаху акбар деп айқайлайтын дыбысы бар еді. Азан айтып. Альхамдулилла деп айтатын зікірі бар еді. Бисмилла деп оқитын Құраны бар еді. Мен де естімей тұрмын дейді екен. Мен де естімей қалдым бұл адамды. Естімей қалдым бұл адамды. Қайда кетті бұл адам дейді екен. Ал егер жаман адам болса, жер де сыйғызбайды оны, аспан да сыйғызбайды. Қабірге алып келіп тасталады екен.